Сәлем құрметті көрермендерім, Әсемгүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Мен Батыс Қазақстанда тұрамын. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге көп қойылатын сұрақтардың бірі қалай қызанақтарды қалай суару керек туралы айтамын. Бұл дұрыс суару бізде бұл жақсы өнімнің жаңағы шығуына бір себепшінің бірі деп айтуға болады. Сіздерден көп қойылатын сұрақтардың бірі, мысалы қаншалықты жиі суару керек, күнде суару керек па, қанша су керек, тыңайтқышпен мысалы бірге суды қолдануға бола ма, және тағы бір сұрақтардың бірі, жаңағы күнде суарак па, әлде күн ара суару керек па деген сияқты сұрақтарға сол жауап беремін. Қызанақты суару бұл жаңағы оңай жұмыс деп айтуға болады. Бір жағынан жаңағы жүк артатын жұмыс деп айтуға болады. Мысалы кейбіреулері көрдім, мысалы далалықта болсын, сусыз жаңағы суарамыз деген, яғни тек қана жаңбырдың суымен суарамыз деген. Бұл тәжірибені мысалы қызыққа істеуге де болады, істеуге де болмайды, бірақ көбісі ат жағына жаңа жапырақтар сарғайып, қурап, су жетіспегеннен сөйтіп қайырылып кетеді. Сол себепті өлтіріп алады. Так, мына жерде сіздерге айтайын. Мұздай су немесе жылы суға келсек, ол туралы мен қалай айтатынын айтайын. Ең бірінші мен көшет кезінде отырғызған кезде суды көбінесе үйде отырғызамыз ғой, үйде отырғызған кезде суды жылы міндетті түрде үйдің температурасында тұрған суды қиямын. Ешқашанда краннан алған суды қимаймын. Және де бұлар жаңағы черная ножка деген ауру бар, яғни суды көп қайғанда түбі шіріп сіраз өліп қалатын. Сол себепті суды кепкенше кішкене күттіңкіреп, күнде емес болса да күн ара қиып отырамын. Содан соң көшеттен кейін далаға отырғызған өзінде де күніге тек қана күннің көзіне жылынған сумен ғана суарамын, яғни температурамен. Себебі кішкене олар сразу мұздай суға тез неседі, өліп қалып немесе сарғаюы мүмкін. Және шамалы көлемде күнде оғанда жердің беті мынандай құрғақ болған кезде ғана қиямын. Влажды мынандай болып тұрса, онда уже қимаймын. Себебі күнде бұларға суған үйреніп кетеді, қызанағымыз суға төзімсіз болып кетеді. Содан соң уже әбден мынандай болып кішкене сәл өсіп қалғаннан кейін, көріп тұрсаңыздар, мына сіздердің алдарыңызда гном деген қызанақтың түрі, бойы өте кішкентай, көріп тұрсаңыздар, міне гүлдеп жатыр барлығы. Бір жақсы жер бұны ұнайтынның желді сынбайды, сол күйі тұрады, көріп тұрсаңыздар. Басқа ана қызанақтарға қарағанда, міне көріп тұрсаңыздар, бұлар кішкене байламаса болмайды. Бұған байлаудың ешқандайдың қажеті жоқ. Міне кішкентай гүлдеп жатыр. Осындай кезде ғана мен жыл сайын айтамын, осындай түптеп қана өсіремін. Мен бұлай дөңгелетіп өсірмеймін, себебі тамырына олай бармай қалып, жапырағы қанша дегенмен сақымданады. Жыл сайын осылай түптеймін, картоп тәріздес. Басында түптемеймін, бұлай дөңгелетіп істеймін, содан кейін барып түптеліп осылай қазылғаннан түптеліп отырады. Түптелгеннен кейін барып су мынандай жерінен уже мұздай сумен суара беремін. Мұздай сумен суарған өзінде де әбден кептіріп қана суарамын, оған дейін шылқып атқан кезде суармаймын. Бір жетте күн ыстық болса 2 рет, ал күн ыстық болмаса 1 рет қана суарамын. Яғни бірақ молынан суарамын. Күнде суармаймын, себебі суды көп еретпеймін. Бірақ мынандай гүлдеп тұрған кезде барымша енді бір жетте 2 рет суаруға тырысамын, себебі гүлдеп жатыр. Оған су керек қазіргі кезде. Және де айта кететін жайт, қызанақты үстінен қимайсыздар, ешқашан тек қана тамырына ғана барса болды қызанаққа. Осындай түптелген өзінде міне қызанақ тамырына ғана барылады. Сол себепті осылай түптелген түптеп осылай суарған дұрыс. Тек қана тамырына ғана барса, қызанақ өте жақсы, жапырақтар зақымдалмайды да. Бір жақсы жері қызанақты мысалы су қажетті тұрса да, алыста тұрса да, осы тамыр арқылы өзіне ғана ол сорып алады. Жапырақтар сарғайып кетіп жатыр деп жатыр мысалы біреулер. Оның жапырақты сарғаймау үшін жердің кепкенін әбден күтіңіздер. Мынандай дымқыл болып тұрған кезде үстіне суара берсеңіз, қызанақтарым соған үйреніп кетіп, уже көтере алмайды. Әбден кептіріп барып суарсаңыздар, жапырақ қайырып кетіп суарсаңыздар да, қызанағымыз сол қайтадан қалпына келеді. Яғни қызанақ күнде суарсаңыз, сол күнде суарғанға үйреніп кетеді. Бір жетте 1 рет суарсаңыз, бір жетте 1 рет суарғанға үйреніп кетеді. Сол сияқты мысалы сіздер бір дәріні іше берсеңіз, сол дәріге организміңіз үйреніп кетеді ғой. Сол сияқты қызанақтарды сол күнде суаруға дағдыланып үйреніп кетеді. Сол себепті соны
қадағалайсыздар. Және де сіздерге жобамен айтсам, мысалы сіздерге дөңгелетіп ексең, мен сияқты түптемей былай дөңгелетіп еккен болсаңыздар, онда бір қазанамызға 5 литр су қажет болады. Яғни бір баклажка, 5 литр баклажка болады судың. Сондай суды қисаңыздар болады. Сіздерге жобамен айтып тұрмын. Ал мен былай шлангымен жіберсеңіздер, жаңада айттым, бір аптада 2 рет гүлдеп жатқан кездерде, 3 рет сорсаңыздар да айтпайды. Себебі гүлдеп жатқан кезде оларға су көп қажет, және де жеміс шығып жатқан кезде, ал енді қызарайын деп жатқан кезде уже судың қажеті жоқ. Солай, видеом ұнаса каналдан жазылыңыздар, тағы да түсірілімдер болады. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, түсінбей жатсаңыздар почтама жазыңыздар. Бұйыртса WhatsApp номер сіздерге ашамын, содан бастарыңызды біріктіріп сұрақ қоюларыңызға болады. Сау болыңыздар.